Түнгі сағат 7-де 26 желтоқсан күні өз класстас достарымен Әділ, Өмірбек және Рамазан төртеуміз мектептен үйге қайтуға дайындалып жатқанбыз. Біз сыныптағы бүкіл орындықтарды өз орындарына жинап, киім ілгіш бөлмесіне курткамызды алуға бара жатқанда жарық сөніп қалды. Математика сабағында интернетте отқандықтан бәріміздің телефон қуаты өшіп қалыпты. Сондықтан біз дымда көре алмадық. Әйтеуір шаққа дейін киім ілгіш бөлмесін таптық. Есікті мен аштым. Бірден салқын ауа кеудемнен ұрып жіберді. Мен құттай артқа шегініп кеттім. Курткамызды киіп жатқанда кішкентай баланың жылаған дауысы естілді. Содан кейін тарс етіп бірден есік жабылды. «Братан, бұл не дағы? Кім есікті жапты? Және кім жылап жатыр?» деді Рамазан қорқынышты дауыспен. «Қане, мен қарап көрейін» деді Әділ. Әділ есікті ашып қарады, бірақ есік сырттан кілтеніп тұрды. Коридорда біреудің жүгіріп жүрген дауысы естілді. «Көмектесіңдер, көмектесіңдер, есікті ашыңдар» деп айқайладық. Бірақ ешкім бізге сөз қайтарған жоқ. Сәлден соң есік өзімен өзі ашылды. Коридорда ешкім болған жоқ. Бүкіл адамдар өз үйлеріне баяғыда тарап кетті. Мектепте ешкім болған жоқ. Бірақ мектепте біреу болған сияқты көрінді. Өйткені бір баланың күліп, жүгіріп жүрген дауысы естілді. Біз үн шығармай, жай қадаммен дыбыс шығармай шығу есігіне бардық. Бірақ есік жабық болды. «Құдайым-ай, енді не істейміз?» деді Өмірбек. «Терезеден шығамыз» деді Рамазан. Бізге ең жақын бөлме директордың бөлмесі болғандықтан біз сол жаққа бардық. Бір уақытта артымыздан қап-қара, түрін көре алмадым. Біреу біздің жаққа күліп жүгіріп жатқанын байқадым. Біз бірден қашуға жөнелдік. Қорыққандықта Өмірбек басқа жаққа қашты, ал біз директордың кабинетіне кіріп, терезе арқылы шығып кеттік. Біз Өмірбекті сол жерде бір сағаттай күттік. Содан соң үйімізге қайттық. Біз бұл оқиғаны ешкімге айтқан жоқпыз, және сол түні мен ұйықтай алмадым. Келесі күні Өмірбектің жоғалып кеткенін білдік. Оны ешқай жерден таба алмадық. Полициялары ешқандай айғақ таба алмады. Осы жағдайдан кейін мен түнде мектепке қалмауға тырысып жүрмін. Және анда-санда мен сол мектептің коридорларында сол қорқынышты күлкіні естимін. Бұл бейнеролик ұнаса, лайк бас, арнама жазыл, және мен ВКонтактедегі группама тіркел. Рахмет, көріскенше. Қайырлы түн.